Қайырлы күн достар, қалдеріңіз қалай? Мен бүгін осындай керемет тартылған бидайдан жентті дайындадым. Керекті заттар: тартылған бидай 500 грамм, және де грек жаңғағын 50 грамм ұсақтап дайындап қойдым. Жылытылған сары май дүкеннен сатып алдым. Осындай сары майды сәуірдің майы немесе қолдың сәуірдің сары майын қосуға болады. 50 грамм қант, және де кептірілген жүзім 50 грамм, және 200 мл қайнаған су кетеді. Қайнаған су ысылай дайындап қойдым. Кесеге құйып, мен 200 мл-дің бірінші 150 мл-ін тартылған бидайға құйып алам. Қалған 50 мл-ін қазір қантпен бірге қосамыз. Бидайдың дүкеннен таңдап алсаңыздар болады. Жаңадан тартылған бидай иісі білініп, керемет иіс беріп тұрады. Мінекей сумен араластырдым. Қантты салып жатырмын. Мен неге қантты 50 грамм, тек қана 50 грамм салып жатырмын? Себебі тартылған бидайдың ішіне қант қосылған. Ал сіздер 100 грамм қант қоссаңыздар да болады. Қант көбірек болса, дәмі де жақсы болады. Қанттың үстінен қайнаған 50 грамм қалған суды, 50 мл қалған суды құйдым. Енді мені араластырдым. Осындай болып шығады араластырғанда. Құрамына керекті жылытылған сары майды құйып жатырмын. Бұл жентке ерекше дәм беретін осы қант пен сары майдың дәмі. Бидайдың дәмін ашып, өте дәмді тәтті қылатын осы сәуірдің сары майы болып есептеледі. Жент денсаулыққа өте пайдалы, калориясы азғантай, малдың майына қарағанда. Ішінде грек жаңғағы қосылатын болғандықтан, кептірілген жүзім қосылатын болғандықтан, қан көбейтуге, яғни гемоглобинді көбейтуге, және де жаңадан босанған жас аналарға сүтті көбейтуге өте көмегі зор. Бұның ішінде грек жаңғағы да сүтті көбейтеді. Сондықтан өте керемет пайдалы құрам деп айтуға болады. Мінекей дайын, араластырғандағы жентіміз осындай болып шығады. Қолға домалақ қылып, осындай пішінді қылып дайындауға икемді болып тұрады. Дәл осылай құрамын, осы көрсетілген құраммен қоссаңыз, осындай болып шығады. Жентті төртбұрышты қылып, тақтайдың үстіне жайып, әртүрлі формалармен келтіріп алсаңыздар да болады. Печеньеге арналған әртүрлі формалар, жұлдызша, жүрекше сияқты формалармен де жасауға болады. Мен осылай домалақ қылып дайындап жатырмын. Әркім өз қалауынша дайындауларыңызға болады. Дастарханға ерекше қылып қоям десеңіздер, пішінін басқаша қылдырып та жасай берулеріңізге болады. Көп уақыт алмайды. Өте дәмді, көк шаймен және де басқа да әртүрлі шайлармен ішуге өте керемет, іске басар деп айтуға болады. Құрамында табиғи қоспалар. Өздеріңіз көріп отырғандағыдай химиялық қосынды қосылған ешқандай өнім жоқ. Мінекей дайын жентіміз. Осы жентті морозильникте сақтап ұсынуымызға болады.